Қазақтың байлары туралы кешегі кеңестік жүйеде жағымсыз пікірлер қалыптасты. Біздің бай бағландардың қазақ интеллигенциясының ұйытқысы болуы, оларды қолдауы коммунистерге ұнамады. Оларға ел ішінде бас көтерер тұлғалардың көп болғаны керек емес еді. Сондықтан ұзын шыбық алып сондай бас көтереді-ау деген талай мықтыларды шетінен құртып жіберді. Зиялы қауымнан айырылған ондай жуас елді қалай басқарсаң да өз еркің. Мұны коммунистер жақсы білді. Ал кеңестер билігі орнамай тұрып, қазақтың даласы қандай еді? Тіпті отарлау дәуірінде, яғни патшалық Ресей кезеңінде қазақ даласы өзінің ұлттық негізін жоғалта қоймаған еді. Қазақтың тегін жоғалту үшін арнайы патша үкіметі жіберген татар миссионерлері де, орыс шіркеулері де ештеңе істей алмады. Қазақтың сан ғасырлық қалыптасқан мәдениеті олардың идеологиясынан әлдеқайда мықты болып шықты. Мұны сол кезде жерімізге саяхаттап келген еуропалық саяхатшылар ауыздарының суы құрып жазып, тіпті жеті атаға дейін қыз алыспау дәстүрін көріп, таңдай қаққан тарих бетінде әлі күнге дейін сақтаулы тұр. Ал енді қазақтың нағыз бай бағландары қандай болды? Оның жарқын үлгісін сонау Қасым хан, Тәуке хандардың заманын шарлап іздемей-ақ, кешегі 1900 жылдар, яғни 20 ғасырдың басын бір шолып өтсеңіз жетіп жатыр. Ол кездегі қазақтың байларын қазіргідей басып жеп сыймағанын шетел асырып қашып жатқан байлармен салыстырмаңыз. Бұл кешегі коммунистер миымызға құйып берген жалған насихат. Бұрынғының бай бағландары бүгінгідей қарабасын күйттеп жүргендер емес, тұтас ауылды асырау міндеттелген тектілер болатын. Мына бір ғана сурет сіздерге көп дүниені түсіндіріп береді. Зер салып анықтап қараңыздар. Суретке талдау жасаған Нұржан Баймаханбет бауырымыз былай деп жазады. 1901 жылы Орал қаласында түсірілген бұл суретте өз заманының жақсы жасаңдарының бір тобы және екі жас студент бейнеленген. Белгілі өлкетанушы Қайыржан Хасановтың пікірінше, ел ағалары Орал әскери реалды училищесінде оқып жүрген қазақ жастарының жағдайымен танысуға келіп, ескерткішке суретке түскен екен. Бірінші қатарда отырғандар оңнан солға қарай: Әндіжан Жұбанышұлы, Шыңғырлау болысының аға сұлтаны; Мұхамеджан Ақшолақ, Сары Қожаұлы, Россия империясының құрметті азаматы, Соналы болысының аға сұлтаны; Мұхамеджан Сарықожин, Оралдағы реалдық училищеде оқып жүрген қазақ жастар үшін стипендия беріп отырған. Шамамен осы кездерде ол қазақтың болашақ қайраткері, заңгер және зерттеушісі, Алашорда үкіметі батыс бөлігінің басшысы Жаһанша Досмұхамедовтың әскери реалды училищесіне түсуіне себепкер болды. Омар Қазұлы, Сырым Датұлының немересі және Алашорда үкіметінің қайраткері Салық Омарұлының әкесі. Ержан Шолақұлы, Орал уезі басқарушысының көмекшісі, көп жыл Қарашығанақ болысын басқарған. Екінші қатарда тұрғандар оңнан солға қарай: Сабыржан Сарықожин, Оралдағы реалды училищесінің курсанты, артынша Мәскеу әскери училищесін бітіреді. 1918-1919 жылдары Жымпитыдағы батыс Алашорданың әскери қолбасшысы. 1919 жылдың соңында отбасымен Қара теңіз арқылы Англияға өтіп кетіп, 1923 жылы Лондонда қайтыс болған. Молданияз Бекімов, Оралдағы реалды училищенің курсанты, болашақ алаш қайраткері, аудармашы, этнограф, бірінші дүниежүзілік соғыс қатысушысы, штабс-капитан. Пушкиннің «Капитан қызы» романын қазақшаға аударып, 1903 жылы қазаннан араб әрпімен жеке кітап етіп басып шығарған. 1909 жылы қазақ тілін оқып үйренуге басшылық кітабы жарық көрді. Тура 3 жылдан кейін 1904-1905 жылдары орыс-жапон соғысы басталып, Жапон елі патшалық Ресейді ойсырата жеңеді. Тұңғыш рет Азия елі отаршыл Еуропа державасымен тең дәрежеде соғысып қана қоймай, және жеңіске жетті. Бұл жаңа заман тарихындағы үлкен жаңалық болды. Осынау жағдай Ресей астанасында оқып жүрген қазақ жастары арасында Қазақстаннан жаңа Жапония жасау арманын оятады. Олардың арасында Орал әскери реалды училищесі түлектері де болды. Міне халайық, біздің қазақ зиялылары сол кездің өзінде Жапония сияқты ешкімнен қаймықпайтын мемлекет құруға ұмтылған екен. Ал олардың оқуына, емін-еркін жүріп тұруына
зерттеумен айналысуына, сол кездің байлары, бай бағландары қалай көмек жасағанына естіп қалай мақтанбайсың? Олар бүгінгі бай бағландар құсап, шетелден зәулім сарайлар, қымбат яхталар, тікұшақтар, тіпті аралдар сатып алған жоқ. Олар қалайда бодандықтан шығар жол іздеді және осы жолда қолындағы барын өсіп келе жатқан жастардың оқуына жұмсады. Сол жастар ертең елдің болашағы екендерін жан жүректерімен сезіне білді. Олар бір кездері жоғалтып алған тәуелсіздікті осы жастар қаламның ұшымен қайтарады деп сенім артты. Бүгінгідей әнші әртістерге халықтың қазынасын доллармен шашып, жалған атақ жинаған жоқ. Қайтсе де қолындағы малын сатып балаларын, одан қалды ауылындағы ойы зерек жастарды сол кезде Ресейдің ең жоғары оқу орындарына түсіруге тырысты. Оларға өз қалталарынан стипендиялар төлеп отырды. Ал нәтижесін өздеріңіз көрдіңіздер. Осындай ұлтжанды байлардың қолындағы малын сатып, Мәскеу, Петербург жағалап оқытқан жастары кейін Алашорданы құрды. Алаштың арыстары өсіп жетілді. Жаңа ғана жоғарыда айтқан Сабыржан Сарғожин Жымпитыдағы батыс Алашорданың әскери қолбасшысы болып қызмет етті. Олар қазақ даласына демократия әкелді. Жапонияға ұқсас ұлттық дәстүрден бас тартпай, құндылықтарымызды сақтай отырып әлемнің дамыған мемлекетіне айналу идеясы пайда болды. Міне, кезіндегі қазақтың сыйлы ақсақалдары, жастарға қамқор болған бай бағландары осындай болатын. Өз тарихыңызды ұмытпаңыз. Кремль жазып берген жалған тарихтан бас тартатын күн келді. Алда әлі ашылмай жатқан талай тарихты айтуға тырысатын боламыз. Бізге сіздердің қолдауларыңыз керек. Өз дәстүрінен бас тартпай-ақ дамыған елге айналған Жапония, алып Ресейді тас-талқан етіп жеңуі, Мәскеу мен Петерборда оқып жүрген қазақ жастарын елең еткізіп, қазақ жерінде Жапонияға ұқсас дамыған ел құру арманын өмірге келді. Ал енді сіздерге сұрақ. Бүгінгі басшылықпен және жүргізіп отырған үлкен стратегиялық мақсаттармен, бүгінгі Қазақстанның жүргізіп отырған саясатымен, бүгінгі Жапонияны қуып жете аламыз ба? Жапония сияқты дамыған ел бола аламыз ба?